Сәлем балалар. Бүгін бізде сабақта әдебиеттік оқу 3-ші сынып 40-шы сабақ. Тақырыбымыз мақтанышым Астанам. Балалар, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаймыз. Себебі жаңа сабақ сіздерге бірінші болып көрінетін болады. Мақтанышым Астанам. Мақтанышым Астанам, білетініңді сызбаға түсіресің. Бірінші тапсырма: қала атауына қатысты берілген дыбыстардан басталатын сөз тіркестерін ойластыр. А. Ажарлы Астанам. С. Символы бәйтерек. Т. Тамсандырған талайды. А. Арайлы қала. Н. Нұрлы қала. А. Арман қала. Осылайша балалар, Астана атауын шығардық. Енді екінші тапсырмаға назар аударайық. Өлеңге сай ырғақ таңдап алып оқы. Әуенмен айтуға дайындал. Мақтанышым Астанам. Алтын арқа даласы, жасыл есіл жағасы, қанат жайып құлпырған, аспаны ашық қаласы. Болашаққа бастаған, шарықтайды асқақ ән. Елордасы отанның, мақтанышым Астанам. Қызу еңбек қайнаған, алып құрылыс айналам, ғимараттар ғажайып, шоқтығындай байдалам. Батыс шығыс зергері, үйлескендей өрнегі, Астана алып көрмесі, әсем сәулет өнері. Авторы Ермек Өтетілеуұлы. Үшінші тапсырма: түсініп оқы. Өлеңнің авторы туралы әңгімеле. Ермек Өтетілеуұлы, балалар ақыны, аудармашы. Ермек Өтетілеуұлы 1938 жылы Ақмола, қазіргі Астана қаласында туған. Балаларға арналған ең күшті адам, әдептілік, әдемілік, биік үйдің балалары атты кітаптары бар. 2006 жылы дүниеден озған. Төртінші тапсырма: өлең жолдарына мысалдар келтір. Өлең жолдары: қызу еңбек қайнаған, алып құрылыс айналам. Мысалдар: Астана қаласында жаңа ғимараттар құрылысы күнделікті қызу жүріп отырады. Өлең жолдары: Астана алып көрмесі, әсем сәулет өнері. Мысалдар: сәулетті ғимараттар өте көп. Бәйтерек, Экспо, Хан Шатыр. Тәуелсіздік монументі. Бесінші тапсырма: суреттерге зер сал. Суреттер бойынша көрікті Астанам тақырыбында мәтін құрастыр. 8-10 сөйлем. Көрікті Астанам. Елордасы Астана қаласы. Астана қаласы сәулет өнерінің жарқын көрінісі. Астана қаласында бір-бірімен бой таласқан көрікті ғимараттар өте көп. Мұнда Бәйтерек, Экспо, Тәуелсіздік монументі, Хан Шатыр, Мәңгілік ел, Салтанат қақпасы, тағы басқа да ғимараттар бар. Жыл сайын 100 мыңдаған шетелдік туристер еліміздің көрікті жерлерін көруге келеді. Келген қонақтар ғимараттарға тамсана қарайды. Астана қаламыз күннен күнге көркейіп келуде. Мен Астана қаламмен мақтанамын. Көркейе бер, көрікті Астанам, бас қалам. 6-шы тапсырма: өзің тұрған өлкеңнің көрікті жерлері туралы әңгімеле. 7-ші тапсырма: Астана тарихы тақырыбында дереккөздерден кітап, ғаламтор, тағы басқа мәліметтер жинастыр. Келесі беттегі сызба бойынша жаз. Астана бұрынғы атауы. Астана қаласының бұрынғы атауы Ақмола. Қай жылы Астана атанды? Қай жылы Астана атанды?
1997 жылы 10 желтоқсаннан бастап Астана атанды. Бәйтеректің биіктігі қанша метр? Бәйтеректің биіктігі 97 метр. Қай өзенінің жағалауында орналасқан? Есіл өзенінің жағалауында орналасқан. 8-ші тапсырма. Астанаға айтар тілегіңді дәптеріңе жаз. Менің сүйікті Астанам. Күннен күнге көркейіп, ажарлана бер. Сен ел ордасы, ел мақтанышысың. Саған деген махаббатым ерекше. Айбарлы қалам, бас қалам. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.